Әр матч бойынша теміртаулық команданың құрамы 2000 жыл туылған Қарағанды мектебінің тәрбиеленушілер талантты хоккейшілермен толығып келеді. Міне бұл жолы да кездесуге Теміртау командасының белгілі шабуылдаушысы Андрей Бьянскиймен бірге Сергей Пряхин де шықты. Биылғы жылы шабуылдаушы Қазақстан жасөспірімдер құрамында Словакияда әлем чемпионатында күміс жүлдегер болды. Теміртаулық хоккейшілер бұл кездесуді басымдылық көрсетті. Дмитрий Максимовтың командасы бірінші кезеңнің 7 минутында қарсыластар қақпасына алға шайбаны салып есепті ашты. Бірінші кезең 1-0 есебімен алаң иелерінің басымдылығымен аяқталды. Екінші кезеңнің 7 минутында Теміртау командасы Евгений Каролинский қарсыластар қақпасына екінші шайбаны салды. Александр Ананчев пен Сергей Пряхиннің көмегімен еселеді. Дмитрий Поляков, Владимир Бакики мен Антон Кудрявцевтің көмегімен алматылықтардың қақпасына үшінші шайбаны салды. 40 минуттың нәтижесі 3-0 есебімен аяқталды. Теміртау команда салды. Соңғы шешуші кезеңде қарсыластар 2 шайба салды. Жаттықтырушылар штабы қақпашыны ауыстыру шешімін қабылдады. Алайда онан да еш нәтиже шыққан жоқ. Қорытынды 3-2 есебімен аяқталды. Алматы мен Теміртау командаларының қайтара кездесуі қарашаның 7-сінде өтеді.